Всем привет! Бүгін бізде арықтайтын бірінші күн. Өзіме кәдімгідей 30 күн цел қойдым. Күнде жаттығу жасап, осы экран алдында сіздердің көздеріңізше, сіздердің алдарыңызда арықтаймын деп өзіме уәде бердім. Қыздар, давайте былай жасайық. 30 күн бойы салмасам, сіздер маған штраф саласыздар. Солай әйтеуір рухтандырып, өзімді рухтандырып, солай жасамасам, ато жасайтын түрім жоқ қой. Давайте, қыздар, 30 күн бойы мені аңдып отыратсыздар. Бір күн видео салмай қалсам, болды, штраф деп инстаграмыма жазып жібересіздер. Инстаграм Гүлімжан Серіковна деп жазылып тұрады. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Енді келін болғаннан кейін, бала шаға болғаннан кейін, енді таңнан кешке дейін мен зарядка жасадым деп өтірік айтпай қояйын. Күнделікті әдеттегі тірлігімді жасап жүріп, күніне 2 рет жаттығу жасайтын боламын. Әдеттегідей бүгін бала шағалар садиктен демалып жатыр, үйде бүгін 2 баламен болдым. Әдеттегідей таңертең ұйқымыздан тұрып, бүгін бірақ ұйқыдан от души ұйқымызды қандырып тұрдық. Үйде адам да болмады, енем де болмады, күйеуім де болмады. Енді не қыласын, әй дейтін әжесі, қой дейтін қожа жоқ болғасын. Әдеттегідей 11:30-да тұрып завтрак ішкеміз ғой. Енді қыздар, мен шынымды айтайын, мен папа дегендерге отырған жоқпын. Әдеттегідей кәдімгі шай тамақтарды ішіп жүріп, жаттығу жасап жүріп арықтайтын боламын. Ең бастысы қозғалыс керек қой деп, құрсын қозғалайын деп, осылай қозғалыстың басын осылай бірінші времянканы атышудан бастап кеттім. Бұрын оқушы кезімізде, студент кезімізде диета ұстаймыз деп тамақ ішпей қоятын едік. Сол сияқты енді жоқ, енді бұл жолы бұндай емес, тамақты ішіп жүріп арықтаймын. Құрсын ораза кезінде кәдімгідей от ушинан қосып алдық қой. Енді шетел деп жатыр. Құрсын шетелге мына түрімізбен барса ұятты дедім құрсын. Ал қыздар, мына жерде менің бірінші жаттығуым, мына жерде енді киімді неудобно киіп алыппын, бірақ сонда да бірінші жаттығуды денемді қыздырып, бірінші времянканы жинап келіп, сосын жаттығуымды жасадым. Әрі қарай сосын жаттығудың артын үйдің жинауым. Үйді жинап, әрі қарай денемді қыздырып жібердім. Денемді қыздырып алдым да, сосын үйді жинап тастадым. Аты құрсын, білмеймін, бір қозғалыс болып жатыр ғой, сонда да қозғалысымыз аз болып жатқан шығар. Сосын құрсын қозғалыстың артын осылай жетелейін деп, үйді жинап шықтым. Осы ненің арықтаймның арқасында деймін ба. Ал енді қыздар, сіздерге қыздар болсын, оқырмандар, құрметті оқырмандар, менің инстаграмыма жазылып кетіңіздер. Қазір мен соңына белгілеп кетейін. Инстаграмда еле болмаса осы ютуб арнамдағы комментарийға жазып кетесіздер. Егерде мені 30 күн бойы бір күн қалып қойсам, штраф деп жазып жібересіз. Егерде күнде видео салып отырсам, молодец деп инстаграмға комментарийға, болмаса ютубта комментарийға жазып кетесіздер. Давайте белсенді болып отырыңыздар. Мен сіздерге, сіздер мені бақылап отырыңыздар, мен сіздерді бақылап отырайын. Солай бір-бірімізді бақылап отырып, мен сіздердің арқаларыңызды әйтеуір менде арықтап алайын деймін ба. Ал бірінші күн кетті, маған іске сәт деп қойыңыздар. Білмеймін, менде пока цел жоқ, пока қанша весім, қанша екенін білмей тұрмын. Бірақ бір күні барып весейді алып келу керек болып тұр. Ал енді келесі кезек сіздерде мені аңдып отыру. Енді комментарийға мені көрсеңіз, көрдім деп жазып кетіңіз. Соңғы кезде сіздердің қолдауларыңыз аз болып жүр, маған ұнамай жүр десеңе. Сондықтан маған лайктарыңызды басып, комментарийға мен сізді көрдім деп жазып кетіңіздер. Ал давайте маған іске сәт, сіздерге де іске сәт. Так, мен сіздерді алдауы мүмкін, видео салып, но зарядка салмауы мүмкін. Сол сияқты сондай нәрселерді аңдып отырыңыздар. Ал давайте мені қолдап кетіңіздер. Всем пока-пока.